Korjunun koyadым. Орындық бар ма екен? Орындық болса, құлаға қаратып келіннің бетін ашқанда жөн көріп тұрмыз ағайын. Орындық алып келсек ортаға. Осылай тұра берсін ама? Осы бола ма? Көлеңге келдірсін бәле. Ағайын, ең алдымен ассалаумағалейкум баршаңызға. Мына бүгін Алланың қалауымен біріншіден, ең алдымен Алланың қалауымен, екіншіден екі жастың қалауымен бүгін мінекей Табын еліндегі керемет бір торқаулы тойға келіп тұрмыз, құрметті ағайын. Бүгін ағайындар кіші жүзден тараған, соның ішінде Жетіру, одан тараған Табын елінде Ақтиенің қарны жарылған күн, барша жеті аталарымыздың, тараған ұрпақтарымыздың баршасын мінекей қуантып, Сағи атты ұлымыз әулетте келін сүріп жатыр ағайындар. Бір қол соғып қояйықшы Сағижанға. Шапалақ бар ма? Микрофон
Және енді мына құрметті ағайындар, бүгін ағайындар келіннің ортаға келіп, келіннің ең алғашқы бетін ашып, бүгін мінекей көрімдігін салуға баршамыз алыстан жақыннан келіп тұрмыз. Мына бүгінгі ұлан асыр той қылып, ат шаптырып, мал баланы шашу өреп той қылып жатқан ең алдымен той иесі Жанболаттай әкемізбен Зередей анамызға, келіннің жалпы қайын ата енесіне бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Енді мынау құрметті ағайындар, мен енді қысқа нұсқа айтып кетейін. Қазір енді тойдың басында бірден айтатын болсақ, келіннің көрімдігін аямай салайық. Себебі күнде әулетке келін түсіп жатқан жоқ. Сондықтан да бүгін той, бүгін қуаныш біріншіден. Екіншіден мына кішкентайларымызды кішкене алдымызға жинап тұрайық. Мына үлкен кісілердің аяғына оратылып, кішкене кедергі болмасын, алдымызға алып тұрайық. Үшіншіден енді білесіздер, елімізде болып жатқан ахуалға байланысты, мынау жағдайға байланысты бүгінгі тойда камераға түсіріп жатырмыз, бәріміз телефонға түсіріп жатырмыз. Бірақ дегенмен де интернетке, инстаграмға, ватсапқа, статусқа салмайық, истористерге салмайық. Үй артында кісі бар, білесіздер, қазір бірін-бірін аңдыған заман. Сондықтан да той иесінің абыройын сақтап, баршамыздың абыройымызды сақтап, тойымызды аман есен өткізгіміз келеді ағайындар. Ал енді олай болса, келіннің бетін ашайық. Мен енді арнайы Хромтау қаласынан келіп тұрмын. Мына бүгінгі Сағижан үйленіп үй болып жатыр деген хабарды естіп, Жанболаттай ағамызбен Зередей анамыздың шашпағын көтеруге келіп тұрмын. Құрметті ағайындар, менің де руым жеті ру, жеті ата, содан тараған кердері деген елі болам. Нағашым Табын. Табындарға жейін болам. Табындар бар ма? Қайын жұртым 4 қара 80 әлемдерге күйеу болам. Атым Шәмші, туған жерім сол, Темір ауданы, Кенессу деген ауылда дүниеге келдім. Қазақтың шәмшісімін ағайын, тірі шәмшім бір қол соғып. Мұқағали Мақатаев ағамыз айтқан, ер азамат ешқашанда еңкеймеген, бас имеген, тек қана туған жердің топырағын сүйгенде ғана деп ағайын. Туған жерден, елден келіп тұрған қонақтарымызды көріп өте мәз болып тұрмын, бір жерімді көргендей. Bir қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Кеңгияқ еліндегі той құтты болсын ағайын. Рахмет. Ал қиқылап тұрайық, табындар болса, той құтты болсын. Рейберді алып тұзар, микрофондаш. Таздар қайда нағашылары? Кенердегім жауыз қалса да айғайламайтын жақсылар ғой. Құйқылап қойыңыздар. Ал әлеумет құлақ сал, домбырамды қолға алып, сөз сөйлеген толғанып, жұрттан бұрын сөз бастап, үстем болған мерейін, талай жерде сайрап ем, бағым сынап көрейін. Дауға түскен шешендей қыз жігітті желпіндеп, жыр маржанын төгейін. Ақсақалды атамен, ақ жаулықты ананы қуанышқа бөлейін. Көпшілікті жиылған жаман жақсы демейін. Көзі қиылып келіп тұрған еліп, бұрынғының жолымен Әсиядай келіннің бетін ашып, бетін ашып, бетін ашып берейін. Микрофондаш. Жас келінге арналсын бүгін менің жыр әнім, жыралыбы жамбылдай өлең сөзді төгейін, тасқындатып бұлағын тыңдап бойы балқысын, көңілдер ай шалқысын, тыңдап тұрған халықтың тарқатайын құмарын, өнер алды қыз
қасиетті құралын, жасыл байрақ ұранын, мирас адам ұранын, жекеметтей түрленіп, көктемедей гүлденіп, тас шебердей төгейін, қызыл тілдің құнарын, ақ шуақтай серпейін, Алатаудың мұнарын, сағи өсіп ер жетіп, тап төсінің сыңарын. Өмірден батырды өткен, батшаны өткен айдай ақи, байды өткен, өлеңнің ең түбіне ажал жеткен. Қашанғы өлмейміз деп шаттанамыз, өлмесе ата бабам қайда кеткен, өлмесе ата бабам қайда кеткен. Бәрекелді, осы тойды көре алмай кеткен, дәметкен барша өлер бақтар, соның ішінде Нағидолла атамыз бастаған, Хамидолла атамыз, Ниягүл әжеміз, және де нағашы ата әжесі Сайдалы Сағдат атты нағашы ата әжесіне Келінжан бір сәлем етсен, өлі риза болмай тірі баймайды деген қазақ. Қарандар, бәріндер мен қарандар, таныстырар алдында әнші шәмші баландар. Аммандайлы ақ еділ, Жанболаттай ағам бар, Ақшаулықта абзал жан, Середеген анам бар. Ең алды мен үлкенді, үлкендерге бер сәлем, үлкендерге бер сәлем. Бәрекелді, әулеттің үлкендері, ең алдымен әжеміз Халипа әжеміз бастаған, Күлтан апа, Балгенже апа, Нұрлан Алтын, Райса жеңгесі, Тұраш, Марал, Гүлзада жеңгесі, келіңіздер әулеттің үлкендері, беліп шығайық ортаға. Рахмет. Ал енді маған список ұстап тұратын бір жас жігіттер болса жақсы болар еді, ағайын. Ортаға жіберсеңіздер. Ринат, микрофонды алып кеш. Ал енді ата әжелерімізге Келінжан әдемі әнмен, әдемі сәнмен жақсылап бір емес үш рет сәлем етсеңіз, себебі осы әулеттің түп қазығына айналған әулеттің үлкендері аман болсын. Үш рет сәлем етіңіз жақсылап. Және де қайнаға абысындарында ортаға шақырайын. Енді уақытқа індетке байланысты ждағаттап есімдеріңізді атап тойымыз бастағымыз келеді. Рахмет. Әділбек ағамыз, Сәуле апамыз бастаған, Асланбек, Амангүл, Әнуар, Тұрсынгүл, Жасылан, Аян, Гүлдария, Нұрсұлтан ана атты аға жеңгелері және апа жезделері Гүлсім, Бекболат, Гүлайым, Күтбаран, Серік, Женіскіл, Гүлшара, Венера, Асел, Серік, Әсем, Рустам, Бану, Алмагүл деп апа жезделер шақырайын. Белеп шығайық қане. Рахмет. Айнаға абысындары шықты ғой, және енді мына өзіңіздің ата енеңіз собственный, Сағидың әкесі анасы, Жанболаттай қайынатаңызбенен Зереде енеңізге бір емес үш сәлем болсын. Келінжан, ау кетіп қане. Қайнатасы қайда, қайнатасы. Жанболат аға. Жанболаттай ағамызға бір сәлем. Рахмет.
баштап кенегенде жағасы, қаспен көзден арасы, бұл өмірден барасы, сол өткенше өмірде даналардың данасы, дархан көнел нағашы, нағашыларына бір сәлем. Нағашылары бәрекелді ортаға шақырайық. Жанболат ағамыздың нағашылары, яғни Сағидың түп нағашылары келіңіздер. Салижан, Мерверт аға апамыз бастаған, Ғалымжан ағамыз, Хасен аға, Гүл апа, Сергей ағамыз, жолдасы мен Клар апамыз, Сабыржан, Алтынай, Арман, Жанна, Ақылбек, Роза, Динара атты Жанболат ағамыздың нағашыларына бір сәлем келін. Олыңа бардым алыстан, ұнатып сені сүйіп қалғаннан, мойныңа таққан сенің моншағың, төкелісіп саған бәрі жарасқан, шынарау деп шақырсам. Сағидың нағашылары, таз елі, Атыраудан келген, жан-жақтан келген аға апаларымыз, Мұхсина апамыз бастаған, Батырбек, Гүлжан, Ғалымбек, Ғылымбек, Онаш, Нұрсипат, Бейбігіл, және де Жібек апамыз бастаған барша нағашыларды ортаға шақырайын. Қане, нағашылары келіңіздер. Таз елі той құтты болсын жиендеріңіздің. Келіңіздер, билеп шығайық, қане. Және де көйле жиіндерді шақырайын. Рахмет. Жиіндері Бүкенбай ағамыз, Алмагүл апамыз, Марат ағамыз, Гүлназ апамыз, Мырзатай ағамыз, Айнұр апамыз жиіндері. Мынау енді тойға келгендердің есімдерін атап отырмыз. Тағы да жазылмай қалған қонақтар болып жатса, келіп салуға болады. Жиіндер бөлелерге бір сәлем. Төбемдігі ке шығарған, қосылған қос балғынның жанжалауын қалар. Мойын бұрдым сіз жаққа, кезің келді сыналар. Мың жылқыда болдық деп қалай баландыралар. Жасай берсін мәңгілік құдағайлар, құдалар. Құдаларға, құдағайға бір сәлем. Рахмет. Мына баланың қасына тағы страховкаға бір бала қоясыздар ма? Бар ма? Дәретханаға барысы келіп тұрған жоқ па? Бізден бірін ашып кетпесін, көлеңкеге тұрсын демесе. Құдағайлары, Қонай ағамыз, Фарид апамыз бастаған, Орынғали қымбат төлеген құдағай, және де Жұмакелді Нағима Мейрамгүл атты құдағайға бір сәлемет. Гүлгүл апамыз және де ортаға келіңіздер қанекей. Белеп шығайық қане. Bir sәлем. Билет, аш музыканы қане, билет. Құдағай. Өзілген алмадайын, жүзіңнен айын алайын, кезілген ел жүреген, сөзіңнен айын алайын, айналайын. Және де барша көршілері көрпе сатқан күрішіне сат, бір шетіне өзін отырасын деген ағайын. Көршілерді ортаға қанекей беймен қарсы алайық. Көршілерге
Bir сәлем болсын келінжан. Қане бір сәлем көршілерге. Қайда. Рахмет. Есімдерін атамаймын, көршісімін деген қонақтар келіңіздер қане. Қос музыка. Рахмет. Бірге тойлап, бірге өткізген, жалындаған жас шағым, талай қызық бірге өткізген, айдасы бар достар, жетпіспестер, бірге де ғой жаныңыз, еске алып бір осындайда ақша салса бәріңіз. Достар, жолдастар бар, бірге де ғой жаныңыз, еске алып бір осындайда беріп шықса бәріңіз. Бәрекелді, барша жолдастары, достары, мынау алыстан келген, жақыннан келген, бірге оқыған дейді мынау курстастар, группаластар, құрдастар, жетіспестер, папам, мамалары, бәріңіз бірге келіңіздер, тойға келген қонақтар, достары. Бөлек шығайық, қане. Жолдастары келіңіздер. Сен барсың келменде, келмейтін шеттелде, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып күңірен. Сағидың жолдастары да бірге келсін. Жастар қауымы 97-лер, жігіт жолдас бастаған барша 97-лерге бір сәлем келінжан. Есімдерін атамаймын, Сағидың достары және Сағидың бауырлары келіннің достары келіңіздер. Сағидың бауырлары Айсұлтан бастаған Аружан, Нағима, Медина, Лейла, Асия, Елнұр, Бекзат, Ораз, Нұржан, Жандос, Ораз, Ділда, Олжас, Мансұр дейді, Әмина, Арай, Жұлдыз, Дидар, Қайсар, Сұңқар, Дарда дейді. Келіңіздер ғане. Жастар қауымы, қайнені, қайсылеріне бір сәлем. Бауырлары, жейіндері, бөлелері, іні қарындастары, Сағидың. Бүгінгі келіннің қайнені, қайсылері бар ма? Bir сәлем келінжан. Рахмет. Ал келінжан қыпша белін талса да, енді бүгін елуден шаршама, жақсылап бір сәлем етсен ақ келін, тойға келген тойшы қауым баршаға. Дақ түсірмей адал тазарына, тек жақсылық жалау болсын жанында, жақсылап бір сәлем етсен ақ келін, Сағи деген адал сүйген жарына. Отағасына бір сәлем, Сағи жанға ек сәлем. Шапалақ бар ма? Сағидың арқасы қойғайын, тойға кеп тұрғанымыз. Жұртқа жақпадым ба, жаған ба, ақын болып жаралған сонна мәнді, көп ішінде ашып берген бетінді, келін жанау сәлем етші мағанда. Алығайын тойларын құтты болсын ай, денсаулығы келіннің мұқты болсын ай, мұқты болсын дегенде мұқты болсын ай, Алла қалап егізге жүкті болсын ай. Әмін қайда? Күміс құман-ай, отта тұрған-ай, айналайын көзінен ашып жұмған-ай, бекзаттарым-ай, жаттарым-ай, ауылыма құда болып кеп жатқанын-ай, табындарға құда болып кеп жатқанын-ай, ей күміс құман-ай. Бәрекелді. Рахмет көп-көп ағайын. Енді аппаратура жаққа көш. Келіннің бетін ашуға рұқсат болса, бісміллә, бісміллә, сіз қылма деген қазақпыз ағайын. Жеңгелері орамалдың шетін босатайық.
Ой, молодец, мына жігіт ерледі. Қайсы. Босатайық, біз енді рұқсат Алладан, екінші сіздерден болсын ағайын. Бісміллә деп келіннің бетін ашқымыз келеді ағайын. Қазір орамалдардан босатасыз, орамалдардан. Келіннің бетін кім ашса сол соған ыстық болады дейді ағайын. Рахмет. Орамал сіз тағасыз қой? Рахмет. Рахмет музыка. Ал табынелі қазір Алланың қалауымен келіннің бетін ашамыз, шашу шашамыз. Қазір бірден орамалын тағып, біздер қызметімізді аяқтап алайық, сосын келіп құттықтап, бетінен сүйіп, таңдайына түкіріп қойға болады. Ал бісміллә деп табынелі ашылсын ба? Ал бісміллә кетті қолай болса. Ой, едегі музыка мұр. Сапалап көшірі. Ертегісі жағын, жасап соның қамын, жүздің әкеп дәмін, мәзбіп балаша, жаным менен тәнім, сымбатым өтәнім, Апа, рахмет. Бәрекет, мына орамалды тапсырып атсыз ба, әлде мен өзім тапсырайын ба, апа? Баласы үйленсін дегендерге беріп атсыз ғой, бәрекелді, алыңыздар. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Мына тауының әулетіндегі той құтты болсын. Мына жездеміз бен ағамыздың бізге берген бір несі бар еді, кәдесі. Мына қол ұстаған келіндер, шаңырақтаған келіндер қолдарың жұғысты болсын. Сендерінде үйлерінде осындай той болсын, той дубан болсын деп, осы той иелерінің атынан сіздерге сый-сияпатымызды беруге рұқсат етіңіздер. Қандай нағашыларысыздар ма, кімдерсіздер? Тіп нағашылардың атынан сый-сияпат қабыл алыңыздар қанеке. Қол соғып қойыңыздар. Осы жерде жасылан қайынымыз бар, соған жұғысты болсын деп, жеңгесі Тұрсынгүлге табыстағым келді. Және де осындай жақсы келіндердің бетіне, бұл екінші жабылып отқан орамал. Тағы да маған кезінде балаға жұғысты болсын деп, нағашы жағынан орамал беріледі. Оны Атыраудан келген Омбек ағамына мен оңашыққа жұғысты болсын деп сол кісілерге табыстағым келді. Билет. О, міне. О, рахмет. Апа, балаңыз нешеде? 28-ге. Әлі үйленген жоқ па? Ай, бәрекелді. Үйленсін, апа, Атырауға тойға барсын осыға. Келін сұртыңыз, немере сүйіңіз. Алтын алға, күміс салға бәрін тағып алыңыз да әже болып отырыңыз, аяқ қолыңыз жылсуға малық дегендей. Бір қол соғып қойыңыздар шығанекей, тамаша. Ал енді жаңа қамшы ұстаған баланы шақырайыншы мен ортаға. Саян? Саян, кел Саян. Мен енді мұна Биташардан өзім сол Саянға екі аяғы тем болсын деп ұстатайын, бұл да үйленсін, үй болсын. Саян қайда? Саян. Музыка қосып қойшы қане. Рахмет. Мамасын шақыра қойықшы қасымызға. Мә, тамаша, мынау. Семьясымен кәдімгідей шабашқы болып келіңіздер қане. Сізге берейік. Саян үйлесін апа. Сізде осы кісілердің сізге жолын берсін осы кісілердің. Зере апамыз сияқты мына жер ене болып, орамал тағып, осындай керемет бір дүбірлі той қылыңыз апа. Үйіңізден той кетпесін тек. Бәрекелді. Рахмет. Ал енді олай болса, мынау жігітті сағи жанды ортана келіншектің жанына қарай шақырайық. Жігіт жолдас, қыз жолдас келіңіздер. Биташардың енді бір керемет ақ батасын беріп жіберейік қанекей. Биташардың батасын беретін әулетіміздің үлкені кім бар екен? Құда-құдағайлардан. Ай, бәрекелді, әжесі. Балдарым, аспандарың ашық болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, өмірлі шүбірі болыңдар. Бір-бірлеріңе мейірімді болыңдар, бір-бірлеріңе кешірімді болыңдар. Жаратқан Алла әр уақытта сендерді қолдап қорғап жүрсін. Ұзақ өмір тұрмасын, көтеріп жатқан шаңырақтарың биік болсын, жарық болсын. Алла тағала қолдасын, нұры жаусын. Ал енді осы отырған біздің қуанышымызға келген Құда жекжат тұрғандар бәріне де бақыт тілеймін, өмір тілеймін.
өткенде жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын, Алла қолдап жүрсін. Тойымызды жаратқан Алла жақсы өткізуге қолдап, өзің жәрдем ете көр деп бәрін тілеп едім. Әумин, бәрекелді әже, батаңызға рахмет. Ал енді олай болса жастарды ақ жолмен мынау керемет шаңыраққа киізуге апайы үйге ма? Үйге кірсін қанекей. Жас жұбайларға ақ жол тілеп үйге шығарып салайық. Қол соғып қойыңыздар қанекей жас жұбайларға. Ошағыңды жағып сырлайсың, ертегісі жарың, жасап соның қамын, жүздің әкеп дәмін, мәз боп балаша, жаның менен тәнің, сымбатың мәзәрің, бәрі тамаша. Әй қой келіншек, супер келіншек, әй қой келіншек, супер келіншек, әй қой келіншек, супер келіншек, әй қой келіншек, супер келіншек. Ақбілегің қардай, сендегі аппақ арайлаған таңдай, жүрегің қандай, ақ-дидарың айдай, келіншексің балдай, қорғызыммен Бәрекелді, құрметті ағайын, рахмет. Жастарды ішке қарай кіргізейік, құдаларымыз келіп тұр, жанағырлар дегендей. Қанекей, жастарды ішке қарай кіргізейік. Жас жұбайлар әнімен, әдемі әнімен ішке қарай кіргізейік, рұқсат болса. Керемет киізуге тұлағайларды шақырайық. Келіңіздер қанекей, құдаларымыз келді деген хабары бар. Ақ шаңыраққа кірейік, шашуына жасайық қанекей. Buralar hoş geldinizler. Çok vakit istemay, keyifliğe karay gireyik birden. Hani, buralar vakit almayıp, şanıraqqa gireyik, bilesizler, vakit öte şekfeyle. Tasarkanla gireyik, şanekey ruhsat bolsa, sizlerde öndüş bolsun. Kişine müzika basıpay, barışamız kanekey. Şanıraqqa gireyik, kanekey ağayın, hoş geldinizler. Құдалар көріңіздер ғане, баршамыз құдалар төрге қарай шығайық, жайғасайық. Аманбысың қалқым, айда жүрсің жарқым, төрге қарай шығайық, қанекей құдалар қош келдіңіздер. Көріңіздер ғане. Енді рұқсат болса, әдемі ақ тілек сөйлейік, жақсы тілек білдірейік, құрметті ағайындар. Мынау бүгінгі әулеттің түп қазығына айналған үлкендеріміз бар. Сол кісілер әдемі ақ тілектерін арнаса дейміз. Ең алдымен енді әжесі Халипа апамыз бастаған, Күлтан апамыз, Балгенжи апамыз, Нұрлан Алтын, Райса жеңгесі, Тұраш Марал, Күлзада жеңгесін ортаға әдемі ақ тілекке шақырсақ, немесе сол жерге барайын ба? Әдемі тілек сөйлеңіздер. Жақсы тілек сіздерден болсын. Бір қол соғып қойыңыздар қанекей. Әулет үлкендерін ортаға керемет әнмен, керемет бимен ортаға қарсы алсақ дейміз, құрметті ағайындар. Қол соғып қойсаңыздар үлкендерге.
Үлкендерге бір қол соғып қояйық, қанекей. Ортаға бөліп шығайық, қане. Хоп, хоп. Рахмет, ал қош келдіңіздер әулеттің үлкендері. Әдемі ақ тілегіңіздер. Әже отырып сөйлейсіз бе? Тұрып айтамын. Иә. Ал тілектіңдайық. Bismillahirrahmanirrahim. Қауымдар, қош келдіңдер деймін. Адамдар құтты болсын. Алла жар болсын. Аспандарың ашық болсын, дендеріңіз. Алла қолдаса бәрі болады. Ал енді менің бір ана айым бар, соны айтайын. Мен мына немеремді бөтен атпен атайтын едім. Шілдеханада өз атын атау керек. Оның аты атамыздың аты. Қырғыздан келмей қалған. Сағи менен Әсияға бірінші бақыт тілеймін. Көтерген шаңырақтары биік болсын, аспандары ашық болсын, терезелері жарық, есіктері кең. Алла тағала олардың нұры жаусын. Екі жақтан беріп. Бақытты болса бақыттың ішінде бәрі бар. Берімділік, сыйластық, кешірімділік, бір-бірін сыйлау, артық-ауытуға кету, ағайын адамдар, жекжат адамдар, көрші өмірге мейірімді болу, осының ішінде бақыт қой, бәрі бақытты болсын. Балдарға бақыт, аспан ашық деген сау болсын. Ал енді бірінші ламбада тері оталарын мына қондырып атқан келіндері құтты болсын. Қызығын көр. Маған істеген жақсылықтарыңы мейірімділікпен саған осы келін істесін. Менің берген батам сол. Кіржің демесін, қатты сөйлемесін, қатты лақтырмасын іштеме. Келінім мендей бол, сендей бол, мені бағарқан, сендерді шалген бір бағып отырсын. Дұрыс па құдағайлар? Айтқаным, айтты бергендерді айтып тұрғаным сол. Енді айтарым мына бірінші енді құдаларға айтайын. Қош келдіңдер. Адамдарың құтты болсын. Алла тағала екі бала мәпеле өсірген құдағай, қызым, шағырағы қызымсың. Мәпеле өсірген қызымды әкеліп бізге қондырып отырсын. Тұрға құтты болсын, бақытты болсын, өмір ұзақ болсын. Бақыттың ішінде бәрі бар, жаңада айтты бия. Ал енді адамдарың құтты болсын, әр уақытта да мейірімділік, татулық, кешірімділік Алла қолдасын. Ортаға салған көпіріміз таймасын, шайқалмасын. Енді үшінші айтарым, Ақтаудан келіп атқан балдарым, немере шөберелерім, қыздарым, осы елдегі тума туыс жекжаттарым, құда жекжаттарым, мыңжылдық құдаларым дегендей, балдарымның құрбы құрдастары, оның үшін бәріңе де көп-көп сәлемі, рахметімді айтамын. Бақытты болыңдар, өмірлі болыңдар. Алла тағала сендерге аспандарың ашық, жүргенде жолдарың болсын, қыдыратар жолдастарың болсын. Мына бәлекеттерді құтылып, жайма шуақ, бозторғай қойысына торғалайтын болсын. Тілегін қабыл етсін. Әумин, бәрекелді. Бір қол соғып қояйық шанамызға. Бір әулеттен осындай бір қария керемет неге. Тамаша. Аман болыңыз апа, тойыңыз құтты болсын. Әумин. Не істеп тұрғаныңа бақытты бол, өмірді бол. Әумин. Осындай қажет. Алла тағала қызығыңды көріңіз. Әумин, бәрекелді. Рахмет әже. Ал. Ал апа, аманат түсіріп отқан келіндеріңіз құтты болсын. Келіні жақсының кереге салтын дейді, әдепті келін ауылдың көркі дейді. Келіндеріңіз сондай ауылдың әдепті келін болсын, елдің келіні болсын. Ибалы, пақсатты, ақпейілді сіздерге жақсылық қуаныш әкеле берсін. Ал екі жастық бақытты болсын. Күліп тұрып таңертең жайлы жатсаң сол бақытты. Қайғы мұңсыз қуанып, аман жүрсең сол бақытты. Дастарханыңда әр күні наның тұрса сол бақытты. Бауырларың айнала түгел болса сол бақытты. Балаларың сау болып, аман болса сол бақытты. Атқан арайлап таңның күні шықса сол бақытты. Күліп көріп, қонағың күліп шықса сол бақытты. Осы бақытты екі жасқа тілеймін. Әрқашанда баянды бақытты өмір сүрсін. Екі жақтың да ата-анасына сыйлы болсын.
жақсы келін қызыңдай дейді, жақсы күйеу ұлыңдай дейді. Достары көп болсын, екі жастың досы көптің олжасы көп дейді. Еңбектері жемісті болып жоғары жақтан көріне берсін, дендері сау болсын, ғұмырлары ұзақ болсын. Еліне елеулі, халқымызға қалаулы, үлгілі семья болсын. Тойшыға сіздерге де Құда жекжат, ағайын тұматы болсын, жиналып отқан. Сіздерге де бірінші байлық денсаулық қой, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға аманшылық, еңбектеріңізге жеміс, табыс, абыройларың, амандықтарың әрқашанда арта берсін, дәулеттеріңізді Алла тағала көбейте берсін. Жортқанда жолдарың болсын, қыдыратта жолдастарың болсын. Саналы өмір сүріңіздер, салиқалы ұрпақ өсіріңіздер. Жүректеріңізге иман ұяласын. Қоршаған ортамызда жақсылыққа толы болсын. Шаңырақтарыңызға тек Алланың рақымменен нұр берекеті, нұр жауа берсін. Алда уақытта тек осындай тойларымызда төрт көзіміз түгел жылдан жылға жетіп қауыша берейік. Ал ниетіміз басқандай, екі жас бақытты болсын деп. Әмин. Бисмиллахиррахманиррахим деп Алланың атымен айтайық иншалла. Құрметті тойшы қауым, бүгін әдемі бір жаздың жайраңдаған күнінде әдемі жайсаңдармен жақсылардың қосылған жиыны болып жатыр. Әдемі отбасында әдемі той болып жатыр. Кешегі күнді айтпасақ, ертең өзімізді айтусыз қаламыз. Сондықтан да айта кетейін дегенім, менің көрген нағашым, көрмеген нағашым өмірден өткен, көрген нағашыларымның балдары, көрмеген нағашыларыммен бірге туған менің енем. Бірақ мен осы әулеттен үш үйдің бірі дегенді бүгін естідім. Мына Зере айтты, келген адамдарға таныстырып, үш үйдің бірі деп. Мен соған өте қуанышты болыптым. Қыздан тудым деп шегіне беретін едім. Біз қыздан туғанбыз ғой деп. Жоқ, мен үш үйдің бірі атандым. Бүгін мені Зере сондай төрге шығарды. Зере барыңа рахат, мен қызығын көр, айналайын. Ал енді нағашым, көрген нағашым туралы айтатын болсам, елдің ағасы болды. 4 түлік малды айдаған, шыңғыртып қолын боздатып бота байлаған, жақсымен жайсаңдарды жайлаған әдемі отбасының отағасы болды. Көшеге көріп тұратын әдемі отауы болды. Сол отаудан тараған балалар осылар мінекей. Сол отауды осы көрген адамдар мінекей. Сол отаудан дәм татқан адамдар Батырбек пен Айбек біреуін мен айтайын, көшеде алдымда көзіме түсіп тұрған. Әрине бар көршілер ол отауды көргендер. Ал сол отауда отаудың анасы, от анасы. Міне алдыңызда отыр. Алла берген жатын жасап, осындай күнге жетіп жатыр. Алла көпсінбесін. Жер ошағы маздаған, қазаны бұрқысып қайнаған, ақшасы бауы жайнаған, талай жайсаңдарды осы кісі жайлаған, тап осындай үлкенді кіші тойларды тойлаған, міне от анасына әдемі қошемет болса. Ана деген ұрпақ түп тамыры, ана деген махаббаттың тәңірі, ана деген отбасының жарығы, ана деген әлемнің тең жарымы. Аналарсыз жанға сая болмайды, аналарсыз отын түзу жанбайды. Әйел ана, әйел бақыт гүл шығып, аналарсыз бармайсыңызшы тіршілік. Міне, әйел қауымына да қошемет болса болады. Ал енді мінекей тойда осы атсалысып отырған барлық жерлеріне, бауырларына, осы әулеттен тараған ұрпақтарына құтты болсын айта отырып, кімменен Зере менен Жанболатқа айтқым келетіні. Жанболат, айналайын, бағдәулет берсін басыңа, ғұмыр берсін ұзақ қылып жасыңа, бәле жәле қауіп қатер жоламасын ешқашанда отбасыңа. Маңдайын ашық, бере желеден қашық бол. Алла тұяғыңды тайдырмасын, барыңның рақатымен қызығын көруді нәсіп етсін. Ал Зере Келінжан, айналайын, келгеннен бері апа дегеннен жазған жоқтың. 7 ғаламат ғұмырларға
өмірде пендеге тыным бар ма? Келін болу, кем болу емес балам, ел болудың іргесі ұғынғанға. Ел болудың іргесін өзің қарадың, әдемі ел болдың. Осы мінекей бүгінде дәулетті сәулетті, тойлы думанды, үбірлі шүбірлі әдемі отбасының отанасы болып отырсың, айналайын. Осы жақсы күндерің жалғасын тауып, ұрпақтарың жалғаса берсін. Сен бақытты жансыңдар деп кешеде айтып өткенмін. Бақытты жансыңдар. Бақыт дегенді біреулер атқа бағалап атады, тыныштарыңдар. Біреулер астындағы таққа бағалап атады. Бақыт дегеннің бағасы азаматтың әдемі алдында ашылатын ескі болса, от анасының қолында тербейтін бесігі болса, от ағасының істейтін кәсібі болса, балаларының теріп жейтін нәсібі болса, бақыт дегеннің бағасы осы мінекей. Осыдан артық бақыттың керегі жоқ. Сол бақыт сенің басында бар, айналайын. Сол сенің айналаңда жүр. Өмір деген өзі қыс пен жазы болады, көктем мен күзі болады, күні мен түні болады. Әрине сол бір күндерді айналып өткен жоқ. Алдыңда арыстандай болып тұратын ағаңның кеткеніне де көп болған жоқ. Орны толмас қаза бар жүрегіңде білем. Бірақ алдыға қарап ұмтыласың. Кейінде де ұмтылуға болмайды. Жан-жақ қалғаның енді аман болсын. Барларының рақатымен қызын көруді нәсіп етсін. Көп айтып қойсам кешіріңдер. Кешіріңдер. Бірақ енді бұл тарих. Рахмет тыңдағандарыңызға. Құдағайлар, қош келдіңдер. Орындарың құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, тойға жиналған. Той құтты болсын. Шынбаевтар әулеті, Сағи баламыздың Атыраудан келіп атқан нағашылары бар. Өзіміздің Ақтаудан келіп атқан аға апаларымыз, жеңгелеріміз бар. Алыстан, жақыннан. Құда жекжат бар, ағайын туыс, бәрімізге де той құтты болсын. Ал Жанболат Зере, мынау енді Сағи баламыз бүгін келін алып келіп, Ақтүйенің қарын жарылып атқан күн. Той қыласын, балдар бақытты болсын, құрып атқан шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, өбірлі шүбірлі болсын, алдарынан ақ күн тусын, жақсы өздеріңіз сияқты ел көрген ұлағатты семья болсын. Біздер енді мынау кеше құда болып, құдалардың ауылына барып келдік. Ал құдалар қадамдарыңыз құтты болсын. Кеше құда болып бардық, бүгін келінімізді алып келіп жатырмыз, сіздердің қыздарыңызды. Жақсы қарсы алдыңыздар, көп-көп рахмет. Мынау Сағи сіздерге жақсы күйеу болсын. Құдаларымыз мың жылдық болсын. Қадамдарыңыз құтты болсын. Келіп атқан келіміз жақсы елдің елі болсын. Ал осы отқан тойшы қауым, той құтты болсын бәрімізге де. Мына Жанболаттың жолдастары бар. Барып келіп атқан. Кеше құдалыққа барып келіп атқан. Бәрімізге той қыласын. Тек әр уақытта балдар бақытты болсын. Жақсы күндерде кездесейік. Апа құтты болсын. Бақытты болсын балдар. Әлде де осы келінің қызығын көріп, шайын ішіп отыра беріңіз. Әмин, бәрекелді. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал енді дастархан басына отыруға болады. Шаршамаңыздар. Сіздерге енді қазір біз баяу ән саламыз, ән шырқайтын боламыз. Орнымыздан табылайық, әжеміз аман болсын. Керемет нақыл сөздерді, ата-бабамыздың сөздерімен, керемет дуалы сөзбенен жастарға деген тілегін жеткізді деген ойдамыз. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Немеренің тойы ғой, шөбересейіңіз бұйырса апа. Тойыңыз тойға аласын. Алла тағала сізге әдемі қарттықты жазсын. Аман болыңыз әрдайым әже. Тойыңыз құтты болсын. Біз енді немере есеп боламыз ғой сізге. Немереніздің атынан әдемі бір әке деген, ана деген ән салып берейін, құрметті ағайын. Мынау бүгінгі және Сағидың Алладан кейінгі шебері, әкесі мен анасы аман болсын ағайын. Мұхтар Әуезов ақын ағамыздың керемет сөзі бар. 100 мектеп мейлі 1000 мектеп қосылса да, бір әкенің берген тәрбиесін бере алмайды дейді. Сондықтан да алдарыңызға ыстық ас келіп жатыр. Әке, ана деп ән салайын ағайындар, қабыл алыңыздар. Ортаға шығып вальс билеуге болады. Ал той құтты болсын. Кішкентайларды далаға шығарайық, далаға шығарайық кішкентайларды. Ашқане.
Сенге шеберім Жалаке жан жүрегім Саңғасам күш қуат демедім Сүрінсем дәрегім Алдырмас аязға ызғарға Алыбым асқар тауым Жалаке қасымда сөз барда Арайлы әр таным Орда сонда биік көремін Мен басқадан Менің әкем Ең жақсы адам Менің әкем Ең жақсы адам Қасиеткенің шынында Арнағым алғыстасын Еш мектеп жете алмас қолына Ең мықты ұстазым Аңсайды оны әр әке Елде жоқ па қоңғаным Жетеді мен үшін жан әке Сізді ақ қолғаным Биік көретін мен басқадан Менің әкем Ең жақсы адам Мал соғызады. Аналарға арнайық. Аналарынан болсын ағайын. Аш. Ағарған самай шашында алдында алада сұрды Бөбемнің дербетесігін әкемнің даңқын асырды Елеусіз емес ешбірді кем қылмай елден өсірді Жақсымыз болса жар салып қатеміз болса кешірді Қашанда балам қарыздар саған жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам Қашанда балам қарыздар саған жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам Аналарыма болсын ағайын Қалетоғларымызға қаша болаттарына Қалетоғларымызға болсын Қашанда балам қарыздар саған жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам Қашанда балам қарыздар саған жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам Рахмет, бәрекелді. Әкелер қырдайсын. Ұлықпанда арпағымен мұн жасаған деген ата-бабамыз. Мұн жасаңыздар. Аналар аман болсын ағайын. Тойларыңыз тойғаласа берсін. Қыстар бақытты болсын. Әумин, әже. Әумин, жасыңызды берсін бізге. 2 жасқа жасыңызды берсін. Көп рахмет. Ал енді әрі қарай тойымызды жалғастырайық.
Астарыңыз дәмді болсын, тамақтан астан алып отырыңыздар. Әдемі тілек болсын ағайын. Ортаға біз жезделерін апаларын шақырайық. Хайролла жездеміз Гүлсім апамыз бастаған. Бекболат Күлайым, Гүлбарам, Серік Женіскіл, Гүлшара, Венера, Әсел, Серік, Рустам, Әсем, Бану, Алмагүл деп апа жезделерді ақ тілек төріне шақырайын. Келіңіздер ғанеге билеп шығайық. Келіңіздер билеп шығайық. Ахмет. Ал, қош келдіңіздер. Орындық керек баға? Ал. Тілек тыңдайық. Тойшы қауым, қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Сосын құда-құдашылар. Сіздерге де арнайы қош келдіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Жаңа тұташ айтып кетті ғой, сіз жағын жақсы қарсы алдыңыздар, жақсы қарсы алдыңыздар. Аман болың, сау болың, осылай тойда кездесе беремін. Тойшы қауым, апа, Жанболат, Зере, мына түсіріп атырған келіндерің құтты болсын, тек осы үйге құта келсін. Өсе берің, өне берің, аман болың, сау болың, тек дастархандан әрқашан тойға жайылсын. Енді жастарға айтайық, қазақта сөз көп қой, айтады ғой, мен қалай ақымын деп айтады, халқымның деп қайталадым, күпі киген қазақтың қара сөзін шекпен жоқ өзіне қайтарамын. Қазақтың сөзі көп, оны әдемілеп айта берсең де таусылмайды. Жаңа талай тілектер айтылып жатыр, оның бәрін енді қайталап басқаша айтуға болады. Мысалға бақыт деп, бақыт деген бір сөз, оны айта берсек, жаңа Мұқағалидан соқсақ, бақыт деген сенің бола күндерің бақытсақ, бақытты болып жүргенің бақытында, басқасында білмеуің бақытсақ, ойнап сенің күлгенің бақыт жайлы, мынау менің білгенім бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол тәрек етіп түндерің, бақытсыз деп азаптатсаң кімдемін деп әр жағын айтпай-ақ қояйын, балдар бақытты болсын. Сосын махаббат деп жатырмыз, мына балдардың махаббаты берік болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Тек сосын махаббатта бір ауыз сөз айтып жіберейін. Мағжан ағамыздың бір сөзі бар, махаббат деген бір текенек жүрекке барып қадалар, бақытсыз ғой ол жүрек тамшылап оның қанағар, тез жазылар ол жала балқынымен сүйше жар, сүймесе жүрек дария өлер жүрек қансырар деп әр жағын тағайтпай-ақ қойын. Мұқағалидан соғып жіберейін кел. Махаббат деген мына қазақша жазғанда тегізаттен тұрады. О махаббат сегіз әріп бір арман, сол бір арман қош жүректен нәр алған, аяқ екеу, қолда екеу, ұлд екеу, екеу қаста құлақта, жүрек жалғыз бірақта, шіркін жүрегі тегізген егізін тыңдаңдаршы, осындай бар махаббаттың леміз деп, мына қосылып атқан екі жүрек бір-бірін тауға. Қуаныштымыз, махаббаттарыңыз берік болсын, айта береді. Алып атсақ, жаңа отан деп айтамыз, еліміз аман болсын, отанымыз аман. О, отан, сен болмасаң нетерем, бұл өмірден тек қана өксу менен өтерем. Құс ұясы жыртқышымсыз болмайды, ал отансыз еш уақытта оңбайды, өзін өзін қорлайды, сорлайды деп. Әр жағын айтпай-ақ қояйын. Әңгімен деп тұрғаным, осым көп ұзын сөзді не қыламыз, мына тұқытерін айтқанда, балдар бақытты болсын, махаббаттары берік болсын, еліміз тыныш болсын, аман болың, ауырмаң, сырқымаң, бала шағамыз аман болсын, өсе берейік, өне берейік, тек осындай тойда сырқанда кездесе берейік, мына бәледен өтіп кетейік. Не қыл деймін, тек ел аман болсын, ал сол үшін тек осын көтеріп қоямыз, осы тосын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бәрінде қош келіп жатсыңдар, құдалар, құдашалар, келіп жатыр. Түрден алған құдағайлар, құдалар, орнын құтты болсын ал. Балаларыңыз бақытты болсын ал. Екі жас бақытты бол. Жанболат, Зере, мама, мына түсіріп жатқан келіндерің құтты болсын, бауы берік болсын. Көзді таныстырып өтіп, осы ауылға күйеу болам. Өлайым деген қызы бар, соның күйеуі болам. Атым Бекболат.
Ақтаудан келіп тұрып, руымыз қосай адай. Біреуше Аманқыстаудан келсе бәрі адай дейді ол. Сол адайдың ішінде қосайымыз. Балалар бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, жақсы семья болсын, елдің келіп түсіріп атқан келінің тек сенің келің емес, мына елдің бүкіл Тауын ауылының келіні болсын. Бақытты болсын балалар. Аман болсын, дендері сау болсын, мына болып атқан індеттен аман болайық. Деніміз сау, бауырымыз бүтін болсын, жан-жағымыз аман болсын, ел тыныш болсын, патшамыз әділ болсын деймін. Сау болың, рахмет. Ал құрметті тойшы қауым, біздің тойымызға, қуанышымызға қош келдіңіздер. Апа, Зере, Жанболат, Нұрлан ағамыз, біздің аулеттің бәрін Гүлбара, түсіп атқан келіндеріміз құтты болсын. Сіздерді сыйлайтын, инабатты, елдің жаңағы күйеу болады айтып отырмын. Ауыл-ауылының жақсы келін болсын. Кішіне сипап, үлкен сыйлайды. Ал құда-құдағайлар, алып атқан төрден орындарыңыз құтты болсын, мәңгі болсын. Кешеде айтып жатырық, жақсы-жақсы қарсы алып атсыңдар, Алла разы болсын. Сіздердің де дендеріңіз сау болсын, тек өйстіп тойлаған, қызықтағандарыңыз той болсын. Аспанымыз ғашық болсын. Осындай дастарханымызда нанымыз бұзмау болсын, ауызбіршілік болсын. Мына 2 жасқа не тілеймін? Жаңа жолдасым бәрін айтып істейін, мен айтқаным бәрін жаттатып қойып едім, менен бұрын жаттаған уже шығып алып айттым. Сол айтылған тілектің бәріне мен де қосыламын. Самый главный дені сау, стилі болсын, өмірлі шүбірлі болсын, ешкімнен үлгі алып кетіп, әке-шешесінен үлгі алса, сол өте үлкен отбасы жақсы болады деп ойлаймын. Тіл көзден аулақ жүрсін, дендері сау болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Баршаңызға тілеймін осындай тек той болсын, жиендеріңіз қой болсын, тек амандық болсын. Мына әлемде болып жатқан індеттен аулақ болайық. Той жасамаң деп жатады, кеше тойланып өтіп еді. Тек жақсылығымен болсын, жақсылығымыз жақын болсын ал тек. Келіп, тек арылыстан келіп, ат терлеп келе жатқан жаңағы қонақтардың бәріне қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. Рахмет, Алла разы болсын бәріңізге, бас ием. Мынандай жағдайда, мынандай күннің ыстысында келіп атсыңдар, біздің қуанышымызды бөлісіп ал. Қадамдарыңызға гүл бітсін, көп-көп рахмет. Тойымыз той қыласын, тек той деп жүрейік. Алла, құрметті қауым, қуаныштарың құтты болсын. Апа, мына қуанышыңыз құтты болсын, денсаулығың құтты болсын деп. Жанболат, Зере болсын. Балдар бақытты болсын. Тойдан тойға алай өрсін. Тек денсаулық айтылады. Ал құрметті қонақтар, бүгін Табын әулетіне қош келдіңіздер. Әр жағы құдалар бар, бәріңе болып жатқанда Табын әулетінде той құтты болсын. Төрден алған қадамдарымыз құтты болсын, құдағайлар. Ал мама, Зере, Жанболат, Гүлбара, Гүлсімаптың бәріңізге мына тойларыңыз құтты болсын. Той-тойға оласын. Дендерің ең бірінші ден саулық, дендерің сау болсын. Әрқашанда тек тойда жақсылықта кездесе берейік. Құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, бүгін біздің әулетте міне ақ түйенің қарны жарылды деген күн деп осыны айтам. Себебі менің анамның осы армандаған күннің бірі. Осы сағай балам, бірақ немересі болса да өзінің бауырына басты. Менің балама тимеңдер, менің баламды жұмсамаңдар, менің балама ешқандай сөз айтпаңдар дейді. Ұйықтасын, ұйқыдан тұрғаннан кейін барып, онда да біздер әжесінің ұқсатымен ғана жұмсаймыз. Осындай міне менің бауырым бүгін міне шаңыраққа келіп түсіріп жатыр. Алла ұзағынан берсін. Міне ақ шатырда, үлкен ғажап ғанибетті міне тойда бәріңіздің басыңызды қосып, осындай алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің қуанышымызды бөлісіп келіп жатқаныңызға мыңда бір сіздерге тағзым етемін. Алланың нұры жаусын, осындай тойымыз тойға ұлассын. Бәріңіздің үйлеріңізде осындай шаңырақтарыңызда той болсын деймін. Біріншіден міне анама, апа, сенің арманың, Алла тағала тек ұзағынан берсін. Бауырым, келінім, сіздердің міне тұла бойы тұңғыштарың. Тойларыңыз той қыласып, осы балаңыз тек
үлкен дәулетті семьяға міне қара шаңыраққа келін түсіріп жатыр. Құтты болсын бәрімізге. Осы отырғандардың бәрі ағайын тума, жекжат, бәрімізді бір-бірімізге тек ағайынбыз, туыспыз. Осы арада тек жиналып отырған бәріміздің де тойымыз құтты болсын деген келеді. Арманымыз тек осы той деп жүрейік. Бәріңізге тілейтінім осы тойда шаршайық, балдарымыз бақытты болсын. Қосағы мен қосағар өмірде тек аттаған қадамдары құтты болсын. Құрып атқан шаңырақтары биік, босағалары берік, қадамдары мық болсын. Өмірлері тек мәнді де, сәнді де, мәнерлі де болсын. Осы Қазақстанның ең әдемі, салауатты, үлгілі семьясы болсын деген келеді. Ал келіп атқан құдалар, сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы екі баланың арасына салған, біздердің араларымызға салған алтын көпірі еш уақытта шайқалмай, тек жорға жүрсін деймін. Алла тек сіздерге құт береке берсін. Келіп жатырған сіздердің қыздарыңыз жүректеріңізден суырып, жапырақтарыңызды үзіп бізге беріп жатырсыздар. Алла тек сол бақытқа теңелсін. Біздерді бақытты қылсын, өзі бақытқа теңелсін деймін. Аллам тек шынайы бақыт берсін балдарымызға. Келіннің, қазақ айтады ғой, қойшының таяғынан келіннің аяғынан дейді. Бізге келіп жатырған сіздердің балдарыңыз құтты болсын. Қадамы құт, береке, ырыс несібе келсін. Осы шаңыраққа тек жақсылығын, қуанышын, несібесін алып келсін деймін. Осы ағайын тума туыс бәрімізге де осы той жұғысты болсын. Барлығыңыздың да осындай тек арман тілектеріңіз орындалып, тойларымыз тойға бассын. Алла тек жақсылығын берсін. Жаңа қазақта айтады ғой, балдарымыз өзімізден оссын дейді. Бәріңізге де бақыт тілеймін, тойымыз тойға бассын. Құрметті қойшы қауым, мына біздің табындары білетіне келіп жатқан көп-көп рахмет деймін. Ал мама, Жанболат, Зере, Гүлбарам, Ақтаудан келіп жатқан апаларым, ағаларым, бәріне тойларымыз құтты болсын. Бүгінгі болып жатқан біздің қуаныш тойымыз. Екі бала бақытты болсын, тек оларға ақ жол, тек ал құда-құдағайлар алдарынан гүл бітсін, екі жақ тек тату тәтті болсын. Мадан бері жақсы тілектер айтылады, соның бәрі Алла-Алланы шалынсын деймін. Тек той болсын, тек өйстіп той тойлап жүре берейік. Ал тойшы қауым бүгінгі табындара өлетіне келіп қалыпсыздар. Құда-құдағайлар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, осы екі жас бақытты болсын деймін. Ал мама, Жанболат, Зере, осы ініміз бен келініміздің аяғы оң болсын деймін. Дендері сау болып, артынан шұбырлаған көп балдары болып, боққа тайып жүре беріңіздер. Ал тойшы қауым сіздерге де осындай қуаныш тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, аяқтарыңыз оң болсын деймін. Әр уақытта да аспанымыз ашық, деніміз сау болып, аман есен тойда кезетіп жүре берейік, тек той болсын. Тамада жігіт қайдасыз? Тойымыз той қыласын. Би! Бәрекелді, көп-көп рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Біздер де енді сіздермен қатар түскі астан қалып қоймайық деп отырмыз. Бәрекелді. Ал енді ортаға шығып әдемі екі әнге билетіңіздер. Айтқандай, аналарымыздың сұрауындай, апа жезделерге керемет екі би болсын ағайындар. Көңілдірек ортадан кетпеңіздер.
Рахмет. Бәрекелді, тамаша, шайғасайық. Көп рахмет ағайын, шайғасайық.